Құрметті азаматтар, 19 сәуірден бастап елімізде республикалық қауіпсіз жол жедел алдын алу шарасы басталды. Бұл шараның мақсаты тек жол жүрісі қағидаларын сақтау емес, әрбір жол жүрісіне қатысушы үшін қауіпсіз орта қалыптастыру. Қазақта жолда жүргеннің жөні болсын деген сөз бар. Біз осы сөздің өмірлік қағидаға айналуын қалаймыз. Бұл жай ғана ұран емес, бұл еліміздің әр тұрғынының амандығы үшін маңызды міндет. Бүгінде жолда жасалатын әр құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділік қағидатын қамтамасыз ету басты мақсаттардың бірі. Себебі жылдамдықты асырған әрбір көлік, назарсыз қалған әрбір сәт біреудің өмірін қиып кетуі мүмкін. Әсіресе ересектердің немқұрайлылығынан балалардың жол апатында зардап шегуі орны толмас қайғы. Алдымызда мейрам күндері және жазғы демалыс. Бұл балалардың сыртта көп жүретін уақыты. Сол себепті біз баршаңызды бүлдіршіндер мен жеткіншектерді жолда қараусыз қалдырмауға шақырамыз. Жолдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек полиция қызметі емес, жалпыға ортақ міндет. Еліміздегі әрбір жол қауіпсіз болу үшін жұмыла атсалысайық.